Құрметті көрермен, бүгін біз сіздерге бұрын сонды естімеген терең мағынасы бар жаңалықты ұсынамыз. Бұл жаңа дәуір күнтізбесі ғарыштық өлшемдер мен жаратылыс заңдылықтарына негізделген ерекше жүйе. Оның авторы Ресей акмология ғылымдарының академигі, ғарыштық заңдылықтарды зерттеуші ғалым Сайлыбай Бекболатов. Сайлыбай аға, сіздің ашқан жаңалығыңыз әлемді таңғалдырып жатыр. 2014 жылы Англияда, оның Кембридж қаласында 40 мемлекеттің ғалымдары қатысқан үлкен ғылыми конференция өтті. Ғалымдардың арасында өзіңіз мәңгілік қазақ календарі деген тақырыпта баяндама жасадыңыз. Осы баяндаманың табиғи болмысқа лайықталған мәңгілік календар екенін бүкіл ғалымдар сол кезде мойындаған болатын. Міне 2025 жылы 12 сәуірде ғарышкерлер күні Юрий Гагариннің ең алғаш ғарыш әлемін бағындырған, адамзат баласының бағындырған кезінде орыс ғалымдары өзіңізге шықты. Өйткені сіз орыс ғылымына өте үлкен көптеген жаңалықтар ашып, тың жаңалықтар әкелген ғалымсыз, әсіресе акмология ғылымына. 153 мемлекеттің арасында тағы да онлайн конференция өткізіп, өзіңіздің жаңалығыңызбен әлемге бөлісті. Осы мәңгілік календар туралы айтып берсеңіз, бұл қалай келді дүниеге? Бұл календардың келуі бүкіл адамзат алдындағы тұрған мәселе болатын. Шешілмеген мәселе болатын. Неге бұл шешілмеген мәселе? Өйткені мыңдаған жыл бойы мына біздің қолданып жүрген календардың барлығы табиғаттың заңына сай емес. Қателігі бар. Дұрыс емес, қателері көп. Оны кім айтты? Оны бүкіл әлемнің ғалымдары мойындап, бұл 1923 жылы Нация Лиги по реформированию календарей дейді. Сол кезде қаралған. Бұл григорианский календар дұрыс емес деп. Онан кейін 1953 жылы Организация Объединенных Наций дейміз, онда қаралған. Мына календар табиғат заңына сай емес. Сондықтан бір ай 28, бір ай 29, бір ай 31 деген не апта мен ай еш уақытта бір-біріне сәйкес неге келмейді, есеп жүйесі қайда деген мәселе болған. Сондықтан ғалымдардың алдына біріккен ұлттар ұйымында мәселе қойып көтерілген. Осы табиғаттың заңына сай календарды іздеп табу керектігін айтқан. Сонан кейін барып мен бұған кіріскенім сол. Мен де көрейінші іздеп. Мен де сол адамзаттың бірі емес па? Бұл календар маған да керек емес па? Сонан кейін қарасам, шын мәнінде біздегі қолданыста жүрген елге, бүкіл әлемге белгілі григориан календары. Әр жылда жыл басталады. Қарасаң, бірінші январ дейді. Апта күні қарасаң, сәрсенбі. Келесі жылы қарасаң, жұма, одан келмейді. Сантиметр нөлден басталады ғой. Километрінде нөлден басталады. Температурада нөлден басталады. Градусында нөлден басталады ғой. Сол нөл мен бірдің ортасындағы бір бөлім жоқ. Ол бөлім не? Ол тәулігі жоқ. Сондықтан біріншіден тәулік деген не? Жыл деген не? Соны жақсылап түсініп алуда. Тәулік дегеніміз ол жердің өз жүйесінде бір айланған бір тәулік. Жердің күн бетіне қарағаны күн, қарама қарсы жағы түн. Көрдіңіз бе? Сонда бұны бір жылда жер қанша рет өз жүйесінде айлану керек деген сұрақ өзінен өзі тұр ғой. Сөйтсеңіз, бір жылда жер өз жүйесінде айлана отырып, күнді бір айланып шыққаны бір жыл дейді екен. Сонда нөлдік нүктеден бастап, қайтадан сол нөлдік нүктеге келгені 365 рет өз жүйесінде айлану керек екен. А григорианский календарда не дейді? Я дейді. 365 күн, ол 3 жыл дейді. 4-ші жылы дейді, ол 366 дейді. Неге? Ол кібісі жыл дейді қазақша. Көбісі кібісі жыл біле қою мүмкін емес шығар. Високосный деген сөзі ғой. Сол високосныйға келгенде дейді, ол 366 дейді. Оны кейін ойлаңдаршы деді.
сонда табиғаттан 2000 жыл бойы маған бір жыл тауып берші. Жердің өзесінде 4-ші жыл бір рет артық айланған. Табиғаттың заңы тұрақты. Тұрақты заң. Ол тұрақты сан немен бекітілген? Санмен бекітілген. Ол тұрақты сан қай сан? Ол күннің бір жылда 365 градус жасауында. А мына жердің айлануы да нөлден басталмай ма? Жоқ, ол нөлдің орнына бір жазып қойған ғой. Сөйткенмен нөлдің бірдің ортасындағы жердің бір айланған есепке алынбай қойған. Бір тәулік жоқ. Ол бір тәулік жоқты қайда қосқан? Әр жылда 6 сағаттан кем болып отқан. Со әр жылда 6 сағатты 4-ке көбейтсең 24 сағат қой. Сон 4-ші жылға қоса салғанда қолдан КБС жыл, то есть высокосный год деп жүргені сол. 12 жұлдызды ғана көрсеткен ғой, 13-ші жұлдыз алынып тасталған. Оны дұрыс айтасыз. Сіздің айтып отқаныңыз, бұл бүкіл кітапта, мектептен бастап, институтымызда бастап, бүкіл астрономиялардың барлығында 12 жұлдыз деген. Мақыл. Аспанға қарайық. Аспанға қарасақ, күні бүгінге дейін ол 13 шоқ жұлдыз. Ол қандай 13 шоқ жұлдыз? Ол күннің бір жылда жүретін жолы сол шоқ жұлдыз бет. Көрдіңіз бе? Оны зодиак дейді, оның жүрген жолын эклиптика дейді. Көрдіңіз бе? Мінекей, ол 13-тің орнына жоқ, мына 13 деген бұл баяғы жындардың саны деп христиандарға ұнамаған қой. Христиан дейді, католигі бар, кім біледі. Әйтеуір кезінде бұған қарсы болған. Ол дін жағына мен бармай қойын, кейін барарымыз. Мінекей қарсы болған уақытта, анау Змеонос деген, жыланды деген жұлдызды алып тастайық дейді ғой. Мен айттым, айналып кетейін. Сен алғанменен ол шоқжы аспанды сөгей тұр ғой. Сен табиғаттағы дүниені алатын, сен кімсің? Бірінші рет, күнді жаратқан кім? Айды жаратқан кім? Жер жаратқан кім? 18 ғаламды жаратқан кім? Жаратушы емес пе? Ал адам сөйлеп тұрған, мен де сол жаратушының бір емеспін бе? Жаратушы мен де сол жаратқан жоқ па? Бірақ сені әкемді кім жаратты? Мәселе сонда ғой. Демек, Алла Тағаланың жаратқан аспандағы тұрған 13 жұлдыз күні бүгінде бар ма? Бар. Күн сол 13 жұлдызбен жүр ма? Жүр. Мен соны соге қалдырып қойдым. Ешнәрсені өзгерткен жоқпын. Ал енді есепті қайдан бастау керек еді? Есепті бастау керек еді. Есептің басы деген болады. Есептің нүктесі деген болады. Мектепте оқыдыңдар ғой. Есептің басы пересечение двух линий дейді. Орысша тікпен оған көлденең жатқан. То есть вертикальная линия, горизонтальная линия. Пересечение двух линий называется нөлевым. Пока ешнәрсе жоқ қой. Соның пересечениесі нөл деп атайды. А сол жерден бастап сен ненің есебін жүргізгің келеді? Соның есебіне байланысты ары қарата есеп жүреді. Нөлден бастап. Сонда нөлден бастап жүрген есеп табиғатта бар ма? Барлығы бар ғой. Сен километріңді табиғаттан шығып отыр ғой. Сенің температураң көтеріліп кетсе, содан нөлден басталады ғой. Градусыңды бірден бастан қайырдың көрді. А күннің өзі нөлден басталады жазылып тұр ғой. Ай, жердің айналымының есебі неге нөлден бастамағансың? Мені қате сонда. Оны не дейді? Оны координат дейді. Ал координатсыз, сен координатты бір жерден, өш жерден Алматыдан бір жерге шығатын болса, шыққан жерің координатын қандай дейді? Алматы дейді ғой. Сен координатын білмесең, ертең Алматыға келе алмайсың ғой. Сол секілді жерде сол координаттан шыққан. Ал енді ол координат табиғатта бар ма деген сұрақтар маған және қойылды. Ол мына кітапта бар, мектепте бар, табиғатта бар ма деп. Табиғатта неге болмас? Табиғатта бұл координатта анау меридиан деген бар емес пе? Вертикальный линия. Оныкі горизонтальный линиясы, ол экватор ғой. Сол меридиан мен экваторсын қисқан жері координат. Любой. Сол координаттан жылға қандай қатынасы бар? Ол мәселе жылға қандай қатынасты болу үшін календар деген сөздің анықтамасы бар. Календар дегеніміз не деген? Содан бастау керек. Соны жақсылап түсініп алу керек. Календар дегеніміз бұл
тәуліктің, айдың, жылдардың есептейтін есеп жүйесі. Адамзат мыңдаған жылдар бойы уақытты түрліше өлшеп келді. Алайда бұл жолы уақыт адамға емес, адам уақытқа бейімделуі керек. Бұл жүйе 7 күндік тұрақты айналымға негізделген, өзгермейтін және мәңгілік күнтізбе. Бұл жер, ай, күн және Марс қозғалыстарының табиғи үйлесіміне сүйенетін адамзатқа ортақ ғарыштық ырғақ. Ендеше бір сәт ойланып көрейік, егер жер мен аспан әлемі бәрімізге ортақ болса, неге күнтізбеде бір, жаңа жылда бір мезгілде болмайды? Ғалым Сайлыбай Бекболатов мұның мүмкін екенін ғылыми жолмен барша адамзатқа дәлелдеп беріп отыр. Жаңа жылдың бар дүниежүзі бойынша бір жерде январда, бір жерде сентябрьде, Израильде, көрдіңіз бе? Қытайда болатын болса январ айында жылдың басы дұрыс емес. Ал кейін бір жылда қанша тәулік бар десеңіз, әлем бойынша Григорианда жаңағы жай жылы дейді, 365-366, бұл бір жыл дейді. Ал мына араб мемлекетінде 354 күн, о да бір жыл. Көрдіңіз бе? Бұны бір жыл деген. Бұның қатесін қайдан табам? Олар діни саласын дінге көп беріліп кеткен ғой. Олар Алланың кітабын оқып отыр ғой. Сонда олар Құранмен жүріп отыр деген сұрақ және туып отырды маған. Содан кейін оларға мен оны Құранның тіліменен, анау католиктер мен христиандарға оның Библияның тілімен айтуға мәжбүр болдым. Сондықтан Библиядан қарасам, Библияда не дейді? Біз дейді Тауратты, Таурат деген Тора деген кітап қой, Тауратты жүргеніміз. Біз Тауратты дейді бергенде оны игере алмағанның мысалы дейді, игере алмағанның мысалы. Кітаптарды артқан есек тәрізді деген. Бұндай Алла Тағала бүйтіп қатты ашуланып, ұрсат деген ойымда болмаған. Бар уақытта Құранда мен сіз біз деп сөйлейді деп ойлап жүргем. Сөйтсем қатты айтылған сөз екен. Онан кейін өзіме де мен оны христиан, католиктің қатесі деген жоқпын. Сол айтқан сын қатаң сын. Есектің ішіне мен де қосып қойған жоқ па деген намыс тумай ма? Мен де осы адамзаттың бір емеспін ба? Демек, қашанғы біз артқан есекте жүре береміз? Құдайдың берген кітабы бар екен ғой. Соны қарайық. Құдайға тоба, әзір космосты игеріп атқан ілім, ғылыми дүниеміз бар ғой. Оны қара. Сондықтан мен бұны зерттейін. Біреу болмаса біреу зерттеу керек қой. Мен зерттемес, біреу ақыр зерттейді бұны. Сондықтан мен де зерттей берейін. Әйтеуір ертерек жетсек, халық пайдасын көреді ғой.